Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз таңбалар. Минус және плюс. Егер берілген екі санның таңбасы да минус болса, екі санды қосып, алдына минус қоямыз. Мысалға қараймыз, -8, -4. Екі санның таңбасы да минус. Яғни 8-ге 4-ті қосамыз, 12, алдына минус қоямыз. Яғни жауабы -12. Келесі, -6, -4. Екі санды қосамыз, 6-ға 4-ті қосамыз, 10, алдына минус қоямыз, -10. Минус және плюс. Берілген санның таңбалары әртүрлі болса, үлкен саннан кіші санды азайтып, үлкен санның таңбасын қоямыз. Мысалға назар аударайық. -10 плюс 6. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 10-нан 6-ны азайтсақ 4. Үлкен санның таңбасын қоямыз. Бұл жерде үлкен сан 10. 10-ның таңбасы минус, яғни -4. Келесі мысалға назар аударамыз. -16 плюс 20. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 20-дан 16-ны азайтамыз. 4. Бізде үлкен сан 20. 20-ның таңбасы плюс. Сондықтан плюс 4. Осымен сабағымыз аяқталды. Осы есептерді шығарып көріңіз.